Істай Мамбетов 1929 жылы Алға ауданының Бесқоспа ауылында дүниеге келген. Ақынның шын есімі із басқан, бірақ жастайынан еркелетіп Істай атандырған. Әкесі Тілеулі, шешесі Күнзила. 1930 жылы әке шешесі Ақтөбеге көшіп келіп, базардың жанындағы Тамды көшесінен баспана сатып алады. 1944 жылы шешеміз қайтыс болды. Істай 1947 жылы анасына арнап алғашқы өлеңін жазған. Соғыс аяқталғанда 15 жаста болған жасөспірімнің ақындыққа жеткенде нәзік лирикаға бой ұруының сыры осы тақырыпты іштей ұнатпағаннан деп түсінуге болады. Дегенмен, ақынның өз бастан өткен жетімдікті сипаттаған өгей шешесінде соғыс зары жоқтау бар. Мен туыппын ақпандатқан боранда өлеңінде туған жерге деген сағыныш, адам мен табиғаттың байланысы ғажап үйлесім тапқан. Алға қаласында Істай Мамбетовтың туған әпкесі 94 жастағы Айман әжей тұрады. Орта бойлы, тап-тұянақтай мәдениетті. Мұғалжар аудандарының мектептерінде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берген екен. Ақтөбе қаласындағы номер 6 қазақ орта мектебін 6 медальмен бітірген жас жігіт Алматыға Казгуге оқуға баруды армандайды. Бірақ қаражат болмады, әрі әкесі алысқа жібергісі жоқ. Алматыға жасы 21-ге келгенде 1950 жылы ғана кетті. Бір көйлек, бір шалбары ғана бар, сырт киімі сырып тіккен күпейке ғана. Жазғы каникулда Істай Ақтөбеге келетін. Ол кездегі қала жастарынан бас қосатын жері Пушкин саябағы. Түрлі ағаштар мен жұпар иісі аңқыған, қып-қызыл қызғалдақтары жайнап тұратын әдемі демалыс орнында жаз бойы жастардың би кеші болады. Сондай күндердің бірінде осы саябақта Істай Айман апайын Құрмаш деген қызбен таныстырды. Шашы тобығына дейін түскен әдемі, яндау келген Құрмаш пен Істай бір мектепте оқып, бір партада отырған. Екі жас мектеп бітіргеннен бері сөз байласып жүріпті. Университеттің жоғарғы курсында оқитын ақын жігіт қыздың әке шешесінің үйіне барып рұқсат сұрайды. Бірақ егде жастағы кісілер қыздарын алысқа жіберуге көнбейді. Құрмаш сол жерде жыласа да, әке шеше жібімейді. Істай Мамбетов 1953 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. 1952-1956 жылдары Жұлдыз журналында Қазақ әдебиеті газетінде әдеби қызметкер. 1957-1969 жылдары Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасында бөлім меңгерушісі, Қазақстан жазушылар одағының поэзия секциясында, Ақтөбе облыстық газетінде, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының телевизия және радио хабарын тарату жөніндегі мемлекеттік комитетінде қызмет істеген. Мамбетов шығармаларының негізгі тақырыбы туған жер, достық, махаббат, азаматтық, ақын аудармашылықпен де айналысқан. Ақынның алғашқы жыр жинағы Тұңғыш деген атпен 1955 жылы жарық көрді. Одан кейін Бақытты балалық, Сыр, Табантал, Өсиет, Жалын, Тарламбоз, Жылы жел, Ұзақ жыл, тағы басқа өлең кітаптары бірнеше дүркін таңдамалысы баспа жүзін көрген. Істай Мамбетовті лирик ақын ретінде жұртшылыққа танытқан Табантал, Азақ жол, Сал сары, Тарламбоз, Жылан жал, Ақпан атты жинақтары. Істай Мамбетов ширек ғасырлық ақындық жолында 20-ға жуық өлең кітап жазып, әлем әдебиеті мен орыс классиктерінің қыруар маржандарын өз ана тіліне аударған іскер азамат ақын. Бір қатар шығармалары туысқан халықтар тіліне тәржімаланған. Лермонтов, Пушкин, Байрон, Блок, Брюсов тағы басқа жырларын қазақ тіліне аударған. Лирик ақынның қара көз, мен туыппын ақпандатқан боранда атты өлеңдеріне ән шығарылған. Жыр Жәмиля, Пушкин мен Әміржан, Пугачев нөкері атты поэмалары тақырып аясының кендігімен, көркемдігімен бағаланады. Кезінде Істай Мамбетовпен тұтас өмір сүрген замандасы, белгілі қазақ ақыны Ғафу Қайырбеков ол туралы былай деген. Оның замандастары мен біз көбірек білеміз. Оның ақ көңілділігі, балада тәуекелшіл сенімділігі, ер жомарттығы, тура кететін шыншылдығы, бәрі жұртты еріксіз баулап әкететін қасиеттер еді, деген. Істай оқу бітірген жылы Мұғрипа апаймен бас қосқан. Мұғрипамен бақытты өмір сүрді, 4 баласы болды. 1974 жылы 1 наурызда Алматыда Істай жүрек талмасынан қайтыс болды деген хабар келді. Әкем сол бойы орнынан тұра алмай жатып қалды. Алматыға баласымен қоштасуға бара алмады.
дейді апай. Мұғрипа апай 2006 жылы 70 жасында қайтыс болды. Істей қайтыс болғаннан кейін 1983 жылы Алматыдан Ақпан атты таңдамалы өлеңдер жинағы басылып шықты. Содан бері лирик ақынның өлеңдері қайтып баспа бетін көрген жоқ. Тек бірер жыл бұрын Ақтөбеде өлеңдері мен поэмалары қайта шығарылды. 2019 жылы Алға ауданында ақынның 90 жылдығы аталып өтіп, журналист Шара Елеусіз ақынның бұрын еш жерде жарияланбаған өлеңдер мен хаттарын құрастырып, Табанталда қалған із атты жинақ шығарды. 2006 жылы Алға аудандық балалар кітапханасы Істай Иманбетовтың есімін иеленді.